Мамырда дүрбімен бақылауға жақсы нысана Кома жұлдыз шоғыры. Бұл шашыраңқы жұлдыз шоғырынан аспанның 350 облысына шашылған 40-50 жұлдыз көрінеді. Шоғырдағы ең жарық жұлдыздар міне көрініп тұрғандай Y әрпін түседі. Кома жұлдыз шоғыры бізден 300 жарық жылындай қашықтықта, яғни торпақтағы Геададан кейінгі жерге ең жақын шашыраңқы шоғыр. Кома жұлдыз шоғырын табу үшін оңтүстікке Арыстан шоқжұлдызына көз тігіңіз. Алдымен солтүстіктегі жеті қарақшы ожауының арыстанға нұсқайтын екі шеткі жұлдызының көмегіне жүгінген оңай шығар. Арыстанды тапсаңыз, оның артқы жағын бейнелейтін үшбұрыштан шығысқа қарай шамамен 15 градуста Кома шоғыры тұр. Аспан ашық болса, оны дүрбімен қаладан да оңай табуға болады. Мелот 111 немесе өз орналасқан шоқжұлдыз атымен Береника шашы деп те аталатын жұлдыз шоғырының жасы 450 миллион жылдай. Біздің құс жолындағы жұлдыз шоғырын мыңнан астам галактикадан тұратын аттас галактикалар шоғырымен шатастырмаңыз. Жерден 333 миллион жарық жылы қашықтықтағы Береника шашы немесе Кома галактикалар кластерін қуатты телескоптар ғана бақылай алады.